өрттің ауанын аңдап күш жұмылдырғанда бәрі басқаша болар ма еді. Бірақ президент алдында мінсіз көрінгісі келген министр жағдай ушыққанша Астанада алаңсыз креслоға жамбасын жабыстырып отыра берді. Резко произошел рост до 100 гектаров. Это говорит о том, что, возможно, неправильная оценка была обстановки первичная. Жылдар бойы осы салаға бөлінген жүздеген миллиардтардың нәтижесі қайда? Не бір оңған техникасы, не жолы, не жартып берген айлығы жоқ. Түгімен ақшаны қылғытқандарды құр қызметінен кетірумен бұл жараның аузы жазылмасы анық. Елінен бастап осындай бассыздықтың тамырын тереңге жіберуге жол берген бұрынғы министрлердің бәрі жауапқа тартылсын. Халықпен санасатын, қолымен істегенді мойнымен көтеретін кез жетті жоғарыдағы көкелер. Бұл малдың монологы, арнаға жазыл, пікір қалдыр. Біздің айтарымыз алда.